Бүгінгі сабақты өту маған бұйырған екен, Әлшер ағайдан кейін. Менің есімім Бекзат ағай деп шақырасыздар. 9 сынып оқушыларына арналған пиза және ББЖМ тапсырмаларын шығару тапсырмаларын жалғастырамыз. Кеше Әлшер ағай бізде 15 шақты есеп қарастырған еді, соны жалғастырамыз. Бізде бірінші есеп: арман шексіз көп квадрат сызуда. Ең үлкен квадрат қабырғасы 2 сантиметр. Келесі квадраттың қабырғасы алдыңғысынан 2 есе аз. Шексіз сызылған квадраттың ауданының қосындысы неге тең дейді. Яғни біздің түсінігіміз бойынша арман квадрат сызып жатыр. Уже келесі квадрат сызғанда, квадрат дегеніміз шаршы ғой. Яғни барлық қабырғалары тең, тіктөртбұрыш. Келесі квадраттың қабырғасы алдыңғысынан ұзындығы 2 есе аз дейді. Яғни одан кейінгілері қабырғасы 2 есе кіші болып жалғасып кете береді. Сонда бізде ең үлкен квадраттың қабырғасы 2 сантиметр болса, одан кейінгілері мынау 2 болса мысалы, одан кейінгісі 1 болады. Одан кейінгісі одан 2 есе аз болса тағы 0,5 болады. Бұдан кейінгі квадраттың алатын болсақ 0,125. Осылай жалғасып кете береді. Енді бізден сұрап жатқаны шексіз сызылған квадраттың ауданының қосындысы неге тең дейді. Бұл бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессияға келеді. Сонда бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессияның формуласы S тең B1 бөлінген 1 минус Q. Яғни B1 дегеніміз бірінші мүше. Яғни бірінші квадраттың ауданы бізде, ең бірінші квадраттың ауданы бізде 4 сантиметр квадратқа тең. Екінші квадраттың ауданы сонда екінші квадрат қабырғасы 1 сантиметр болса, оныкі 1-ге тең. Үшінші квадраттың ауданы сонда 0,5-тің квадраты 0,125. Осылай жалғасы береді. Бізде B1 бар, анық 4-ке тең. Енді бізге Q-ді табу керек. Q-ді табудың формуласы геометриялық прогрессияда келесі мүшені алдыңғы мүшеге бөлеміз. Сонда 4 деген бірінші мүше, 1 деген екінші мүше болатын болса, Q бізде тең болады 1 бөлінген 4-ке. Енді мына формулаға салып есептейтін болсақ, S тең, B1 деген бізде 4-ке тең, 1 азайту 4-тен 1 тең. Бұл дегеніміз 4 бөлінген 1-ден 4-тен 1-ді азайтатын болсақ, 4-тен 3 болады. Енді сонда тең дейміз. Бөлшектің бөлімі алымына көбейтіледі. Сонда 4-ті 4-ке көбейтетін болсам, 16 бөлінген 3 болады. Бұл бізде аралас сан түрінде жазып алатын болсақ, 16-ны 3-ке бөлсек, 5,3-тен 1 болады жауап. Бұл түсінікті болса, келесі есепке өтейік. Келесі есеп бізде. Мектепте оқушылар ең қарапайым бір жасушалы организм амебаның көбеюіне зерттеу жүргізуде. Олар әрбір амебаның 2 бөлікке бөліну арқылы көбейетінін білді. Егер 7 рет бөліну процесінен кейін амебалардың саны 768 болса, зерттеудің басында неше амеба болды дейді. Енді бұл есепті шығарудың бізде 2 түрлі жолы бар. Бірінші ең оңай жолы, яғни 2-ке көбею. Мысалы, басында бізде 4 амеба болса, 1 бөлінгенде 8 болады. Одан кейінгі бөлінгенде 16 болады. Солай 2 есе артып кетіп барады. Бізде солай жалғасып 7 рет бөлінген. Сондағы бізде 768 болған. Енді бұны есептеудің бірінші жолы 768 санын 7 рет 2-ге бөлемін. Неге? Себебі 2 есе көбейіп тұр ғой. Сондықтан мен 2-ге бөлем. 768-ді 2-ге бөлеміз. Бізде тең болады 3, 8, 4. 384 болады. Енді 384-ті
тағы да 2-ге бөлеміз. Бұл уже екіншісі. 384 2-ге бөлетін болсам, 192 болады. Енді 192-ні бөлеміз 2-ге. Тең болады бізде. 9, 1, 91. Бір жерде қате кеттім ба? Ә, 91 емес, кешіресіздер. 91 емес. Бізде 19-ді 2-ге бөлсем 9 рет бар. Бір ойда, сонда 12-ні 2-ге бөлетін болсам 6. 96 болады. Келесі 96-ны тағы 2-ге бөлеміз. Сонда 9-ның ішінде 4 бар. Бір ойда 16-ны 2-ге бөлсем 8. 48 болды. Біз қазір 4 рет бөлдік. Енді 5-шісі 48 бөлу 2 тең 24 болады. Енді 6-шы рет бөлу. 24-ті бөлеміз 2-ге тең болады 12. Ең соңғы бөлім 12 бөлінген 2 тең 6. Біз санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рет бөлдік. Сонда 7 рет бөлген кезде бізде жауап 6 шықты. Сонда ең басында бізде 6 амеба болған. Осы 6 амеба 7 рет бөліну процесінде 768 болған. Енді бұл есепті шығарудың екінші жолы бізде. Екінші жолы геометриялық прогрессияға қою арқылы шығарамыз. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласы bn тең b1 көбейту q-дің n-1 дәрежесі. Енді біз 7 рет бөліну деген, сонда b1 деп ең бастапқыда қанша амеба болғанын алатын болсақ, b1 деп ең бастапқыда қанша амеба болғанын алатын болсақ, бірінші бөліну b2-де басталады. Бірінші бөліну b2-де басталады. Екінші бөліну b3 болады. Үшінші бөліну b4, b5, b6 болып жалғасып, b7. Сонда бізде қазір екіншіден басталғанда бөліну 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет, b8-де 7 рет бөлінеді екен. Енді осы геометриялық прогрессияның 8-ші мүшесін табудың формуласын жазайық мына жерге. b8 тең бізде b1 көбейту q-дің 7-ші дәрежесі. Бізде айтып тұр, әр бөлінгенде 2 есе көбейіп жатыр деп тұр. Сонда бізде өзі q 2-ге тең. Ал b8 дегеніміз бізде 768-ге тең. Енді формулаға салып тұрып, соны есептейтін болсақ, b8 бізде 768-ге тең. Тең дейміз. b1 белгісіз, осын табуым керек. Көбейту q-дің 7-ші дәрежесі. q бізде 2-ге тең, 2-нің 7-ші дәрежесі. Тең болады. 768 тең болады. b1 көбейту 2-нің 7-ші дәрежесі деген сөз. 2-ні 7 рет өзіне көбейт деген сөз. 7 рет өзіне көбейт деген сөз. Сонда 7-нің квадраты 4-ге тең, кубы 8-ге тең, 4-ші дәреже 16-ға тең, 5-ші дәреже 32, 6-ші дәреже 64-ге тең болса, 7-ші дәреже 128-ге тең. Енді осы теңдеуден b1-ді табатын болсақ, b1 тең 768 бөлу 128 болады. Сонда b1-ді есептейтін болсақ, тең 768-ді 128-ге бөлсек, бізде жауап 6 болады. Бұл мысал түсінікті болса, келесі мысал өтейік. Футбол командасында барлығы 15 ойыншы бар. Әр ойынға 11 ойыншыдан тұратын құрам жасақтау керек.
Жаттықтырушы 15 ойыншыдан негізгі құрамда ойнайтын 7 ойыншыны іріктеп алды дейді. Негізгі құрамда ойнайтын қалған 4 ойыншыны неше түрлі жолмен таңдай алады дейді. Ал өзі негізі футбол командасына барлығы 15 ойыншы бар екен. Футболда, білеміз, үлкен футболда бір ойынға 11 ойыншы қатысады, 11 ойыншы ойнайды. Сонда жаттықтырушы 15 ойыншының арасынан 7-еуін, жақсы ойнайтын 7-еуін іріктеп алған. Енді тағы да 4 ойыншыны таңдап алу керек. Осы 4 ойыншыны неше түрлі жолмен таңдай алады дейді. Оны былай есептейді. Өзі негізі бізде барлығы 15 ойыншы бар еді. 15 ойыншыдан 7-еуін таңдап алды. Сонда бізде қалғаны 8 ойыншы. Енді осы 8 ойыншының ішінен 4 ойыншыны неше түрлі жолмен таңдай алады дейді. Бұл есепті терудің формуласына салып шешеміз. Сонда терудің формуласына салатын болсақ, 8 ойыншының ішінен 4-еуін таңдау керек. Тең 8 факториал. Факториал дегеніміз, 8 факториал дегеніміз, мысалы, 1-ден 8-ге дейінгі болған сандардың көбейтіндісі. Бөлу 4 факториал және 4 факториал. Мен мына жерге терудің формуласын жазып жіберейін бірінші. S, N, K тең N факториал бөлу K факториал көбейту N минус K факториал. Енді осы формулаға салып есептейтін болсақ, 8 факториал дегенім 8 факториал дегенім 1-ден 8-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Ал 4 факториал дегенім 1-ден 4-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Жазып алайық. 1 көбейту 2 көбейту 3 4 5 6 7 және көбейту 8. Ал 4 факториал дегенім 1-ден 4-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 1 2 3 4. Тағы да 4 факториал жазам. Сонда 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Енді мына жерде бірінші 1-ден 4-ге дейінгі көбейтінді мен 1-ден 4-ге дейінгі көбейтіндіні қысқарттым. Енді 3 пен 6-ны қысқарттым. 2 болады, 1 қалады. 2 көбейту 4 дегенім 8-ге тең, оны 8-бен қысқартам. Сонда менде қалғаны 5 көбейту 2 көбейту 7 қалды. Ал бөлімінде 1 қалды. Сонда тең болады. 5-ті 2-ге көбейтсем 10, 10-ды 7-ге көбейтсем 70, 70-ті 1-ге бөлетін болсақ, жауап 70 шығады екен. Келесі есеп. Жол учаскесінде 4 көліктің жылдамдығы белгілі, алайда 2 көліктің жылдамдығы туралы деректер жоғалып кеткен дейді. Барлық автомобильдің орташа жылдамдығы 80 км/сағат. Ал барлық көліктер жылдамдығының медианасы 78 км/сағат. Егер номер 2-ші көліктің жылдамдығы номер 7-шінің жылдамдығынан артық болса, осы 2 көліктің жылдамдығын анықтаңыз дейді. Бізде қарасақ, бірінші көліктің жылдамдығы 65 км/сағат, екінші белгісіз, үшінші 70, төртінші 72, бесінші 91, алтыншы 84, жетіншісі белгісіз. Енді бізде айтады, бұл 7 көліктің жылдамдығының медианасы 78 км/сағатқа тең дейді. Сонда қарасақ, мұна белгілі болған 5 көліктің жылдамдығының ішінде 78 деген жоқ. Яғни, медиана деген өзі өсу ретімен немесе кему ретімен жазып алғанда, сандарды, берілген сандарды өсу немесе кему ретімен жазып алғанда, ең ортасындағы санды айтады. Ең ортасындағы сан 78 болу керек. Сонда мұна бесеуінің ішінде 78 жоқ болғандықтан, номер 2-ші немесе номер 7-ші көліктердің жылдамдықтары, осы екеуінің біреуінікі жылдамдығы 78 км/сағат болып тұр. Енді барлығының орташа жылдамдығы 80 км/сағат болатын болса, онда біз бұлай істейміз. Бұлардың арифметикалық ортасын табамыз. Арифметикалық ортасын табу деген сөз,
бізге қанша сан берілсе, сол сандардың барлығын қосып, сандардың нөміріне бөлеміз. Яғни, бөлшек сызып аламыз. 65 қосу 70 қосу 72 қосу 91 қосу 84 қосу. Қазір осы бесеуі бізге белгілі. Алтыншысыныкі 78. Неге? Жаңа медианасы 78-ге тең деді. Яғни біреу белгілі 78 болса, бізге жетінші көліктің жылдамдығы белгісіз. Оны X деп аламыз. Енді сонда осы 7 көліктің жылдамдығын қосамындағы 7-ге бөлем. Сол кезде менде арифметикалық орта шығады. Ол арифметикалық ортасы бізде қаншаға тең? 80 км сағатқа тең. Арифметикалық орта 80 км сағатқа тең. Сонда, енді біз былай істейміз. Мына жоғарыда берілген 6 жылдамдықты қосамыз бір-біріне. 6 жылдамдықты бір-біріне қосатын болсақ, тең. Так, 65-ке 70, оған 72-ні қосамыз. Алпыс беске 72 137. Оған 70-ті қоссам 207. Оған 91-ді қосамыз 298. Оған 84-ті қосамыз 382. Оған 78-ді қоссақ 460 болады деген. 460 қосу X болды. X деген бізде 7-ші автокөліктің жылдамдығы. Ол белгісіз бізде, бұны 7-ге бөлетін болсам 80-ге тең. Сонда, бұл 80-ге тең болса, енді бөлшектің бөлімінде тұрған 7-ні 80-ге көбейтем. 460 қосу X тең 80 көбейту 7. 80-ді 7-ге көбейтсем 560 болады. Сонда 460 қосу X тең 560. X-ті табу үшін 460-ті теңдіктің оң бетіне өткіземіз. Сонда 560 азайту 460 болады. 560-тан 460-ті азайтатын болсақ, бізде жауап 100 болады. Яғни, бізде 7-ші автокөліктің жылдамдығы 100. Енді есептің соңында айтқан. Егер номер 2-шінің жылдамдығы номер 7-шінің жылдамдығынан артық болса деген. Дұрыс қой, иә? Сонда 2-шінің жылдамдығы 7-шінікінен артық дейді. Біз белгісіз 2 жылдамдық таптық. Біреу 78, біреу 100. Сонда 2-шінің жылдамдығы 100-ге, ал 7-шінің жылдамдығы 78 км сағатқа тең. Д жауабы болады. Картада Өрік көшесі мен Жүзім көшесі 48 градус бұрышпен, ал Алма мен Жүзім көшесі 52 градус бұрышпен қиылысады. Көше атауларын қиылысуға дейінгі ұзындығына қарай кему ретімен орналастырыңыз дейді. Кему ретімен орналастыр деген сөз, көшелердің ұзындықтарының ең үлкенінен бастап жаз деген сөз. Ең үлкенінен бастап жаз деген сөз. Енді қарасақ, 3 көше қиылысқан. 2 көшенің қиылысуы қанша градустан екені берілген. Яғни, бір көшенікі 48 градус болса, келесі көшенікі 52 градус. Біз енді 3-ші көшенің қанша градуспен қиылысқан тауып алайық. Оны табу үшін, бізде 3 бұрыш пайда болды ғой. 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екен білем. Енді 3-ші бұрышты табу үшін, мұна 2 бұрышты қосамыз. Осы 2 бұрышты қосамыздағы 180-ден осын азайтамыз. Сонда 48-ге 52-ін қоссам, жауап бізде 100 болады. Сонда 180-ден 100-ді азайтатын болсақ, 80 болады бізде жауап. Сонда Алма көшесі мен Өрік көшесінің қиылысуы ол 80 градус бұрыш құрады екен. Енді геометрияда бізде 3 бұрыш бұрыштарының қасиеттерінде осындай нәрсені өткенбіз. Ең үлкен бұрышқа, ең үлкен қабырға қарама-қарсы жатады деген. Және керісінше, ең үлкен қабырғаға, ең үлкен бұрыш қарсы жатады деген. Сонда бізде 3
бұрыш пайда болған. 48, 52 және 80 градустық бұрыштар. Енді бізде бұл бұрыштың ең үлкені 80 градус, ал 80 градус бұрыш мына жердегі Алма көшесі мен Өрік көшесінің қиылысында пайда болды. Демек, ең үлкен көше осыған қарама-қарсы жатқан көше, осы бұрышқа. Ол Жүзім көшесі. Сонда ең үлкен көше бірінші Жүзім көшесі болады. Екінші, бізде екінші үлкен бұрыш ол 52 градус. Сонда 52 градус Алма көшесі мен Жүзім көшесінің қиылысуы болса, оған қарсы жатқан көше Өрік көшесі. Және ең соңғы қалғаны бізде 48 градус бұрышқа қарсы жатқан Алма көшесі. Сонда жауап бізде Д жауабы дұрыс болады екен. Жүзім көшесі, Өрік көшесі және Алма көшесі. Келесі. Фермер суретте көрсетілген жер теліміне қаздарға қора салғысы келеді. Әр қаздың еркін жайылымы үшін 6 метр квадрат қажет. Бұл қораға қанша қаз сияды дейді. Бірінші, әр қазға 6 метр квадрат жер қажет дейді. Біз мына берілген мәліметтерге сүйеніп, осы жердің ауданын тауып алайық. Берілгеннің ауданын тауып алайық. Бізде қарасақ, берілгенде мына жерден былай қиып жіберсем, менде 3 бұрыш пайда болады. Дұрыс қой? Ал 3 бұрыштың биіктігі 3 метрге тең екенін көрсетіп қойыпты. Онда бұл 3 бұрышты мен осындай 4 бұрышқа толтырып жіберетін болсам, 4 бұрышқа толтырсам, онда бұл 3 бұрыш осы 4 бұрышты 4 бөлікке бөледі. Яғни 2 бөлігі мына штрихталған жер, бізге керек емес жер деп айтсақ та болады. Және қалған 2 бөлігі, мына қалған 2 бөлігі бізге керекті жерлер. Яғни осы 4 бұрыштың ауданын тауып тұрып, 2-ке бөл жерсем, маған мына картада берілген жоғары жағындағы 3 бұрыштың ауданы келіп шығады. Бірінші төменгінің ауданын тауып алайық. Төменгінің ауданын есептеу үшін S тең тік бұрыштың ауданын есептеу формасы S тең A көбейту B, яғни ұзындығын еніне көбейтем. Менде S тең ұзындығы 12 көбейту ені қанша болып тұр? 8 болып тұр. Ені 8. Сонда бұның ауданы қанша болады бізде? 96 метр квадрат болады. Бұл S1. Енді екінші S2-ні есептейік біз. S2-ні есептеу формуласы бізде тең, жаңа айтқандай, бірінші тікбұрыштың ауданын тауып аламыз. Оны 2-ке бөл жереміз. Сонда бізде тікбұрыштың ауданы ұзындығы 12 көрініп тұр, ал биіктігі мына төртбұрыштың ені 3 метрге тең болса, 12-ке бөлсек, тең 12-ні 3-ке көбейтсек 36. Так, 36-ны 2-ке бөлетін болсақ, 18 метр квадрат. Енді біз 96-ға 18-ді қосамыз. Сонда S тең S1 қосу S2 тең 96 қосу 18 тең болады бізде 114. Енді бізде айтады, әр қаздың еркін жайылымы үшін 6 метр квадрат жер қажет дейді. Бұл қораға қанша қаз сияды? Біз қораның ауданын тауып алдық. Қораның ауданы 114 метр квадрат болды. Енді бұл қораға қанша қаз сиятынын есептеу үшін осы 114-ті 6-ға бөлеміз. Дұрыс қой, сонда қанша қаз сиятынын есептейміз. 114-ті 6-ға бөлетін болсақ, 11-дің ішінде 6 бір рет бар, 5 қалдық қалады, артына 4, 54-ті. Так, 114 бөлінген 6, 54-тің ішінде 9. Бізде жауап 19 шықты. Так, жауапта 19 жоқ екен, я? Біз бір жерден қате кеттік, значит. Я, мына жерде есептегенде басында қате кеттік. Біз астындағы 4 бұрыштың енін 8-ге тең деп алдық. Ол негізі 8 жалпы қораның ауданының ұзындығы екен, биіктігі екен. Сонда біз 8-ден 3-ті азайтып тастауымыз керек еді. Сонда 8-ден 3-ті азайтсақ 5 болады. Сонда
Мына жерде 96 дегенimiz қате болады. Так, 12 көбейту 5 болады. 12-ні 5-ке көбейтсек, жауабы 60 болады. Сонда 60-қа 18-ді қосамыз. Сонда 78. 78-ді 6-ға бөлсек, бізде жауап 13 шығады екен. Яғни қораға 13 қаз сияды. Жауабы С болады екен. Келесі. Бір кесе балмұздақ 750 теңге тұрады. Балмұздақты неше түрлі салындылармен безендіруге болады? Шоколад, жаңғақ, даршын және тағы басқалар. Әр қоспаның бағасы 100 теңге тұрады дейді. Яғни, бір шоколад қосса 100 теңге, жаңғақ қосса ол да 100 теңге, даршын қосса ол да 100 теңге. Солай қанша қоспа қосса 100 теңгеден қосылып отырады. Төмендегі теңдеулердің қайсысы К салындылар саны мен У балмұздақтар құны арасындағы байланысты көрсетеді дейді. Яғни өзі негізі У тең балмұздақтың бағасы деп тұр. У тең бізде өзі бір балмұздақты қанша теңгеге алады екенбіз? 750 теңгеге аламыз. Оған салындылар қоссақ, мысалы шоколад қосатын болсам 100 теңге қосылады. Шоколад және жаңғақ екеуін де қоссам, онда 200 теңге қосылады. Яғни әр салындының бағасы К болады бізде. Дұрыс қой, иә? Ол салындының әрқайсысы 100 теңгеден болғандықтан 100 К болады. Сонда 750 қосу 100 К. Бізде жауап А болады екен. Еңбек сабағында оқушы ағаш тақтайшадан фоторамка жасады. Фоторамканың ұзындығы мен ені сәйкесінше 18А қосу 3,5 Б метр және 21А азайту 4 Б метр өрнектермен берілген дейді. Енді суретте көріп тұрғанымыздай фоторамка жасаған. Осындай 5 фоторамканы жасау үшін неше метр ағаш тақтайша қажет дейді. Бұл есептеп алу үшін біз былай істейміз. Осы бір фоторамканың ұзындығын тауып аламыз. Бір фоторамканың ұзындығын тауып аламыз. Яғни периметрін есептеп аламыз. Бір фоторамканың. Мұна берілген мәліметтер бойынша 2 көбейту. Тіктөртбұрыштың периметрін табу формуласы ұзындығын еніне қосып тұрып 2-ке көбейтіп жіберемін. Сонда бізде ені 18А қосу 3,5 Б. Оған қосып жібереміз 21А азайту 4 Б. 4 Б. Тең 2 көбейту жақшаның ішін ықшамдайық, 18А-ға 21А-ны қосатын болсам 39А шығады. Енді 3,5 Б-дан 4 Б-ны азайтатын болсам минус 0,5 Б шығады бізде. Периметрі осылай болды. Енді бізде айтады. Осындай 5 фоторамканы жасау үшін неше метр ағаш тақтайша қажет дейді. Біз бір фоторамка жасау үшін қанша ағаш кететінін есептедік. Енді 5, яғни осы периметрін 5-ке көбейтемін. 5 П. Сонда бізде периметрі 2 көбейту 390, 39А азайту 0,5 Б болған еді. Бұны тағы қаншаға көбейтем? Маған 5 фоторамка қажет, 5-ке көбейтіп жіберемін. Сонда жақшаның екі шетінде тұрған 2 мен 5-ті көбейтсем 10 болады. Жақшаны ашу керек маған енді. 10 көбейту 39А азайту 0,5 Б болады. Тең. Жақшаны ашу үшін жақшаның сыртында тұрған мүшені жақшаның ішіндегі әр мүшеге жеке көбейтем. Сонда 10-ды 39-ға көбейтсем 390А болады. 390А. Одан азайтамыз, 0,5-ке көбейтеміз 10-ды енді. 0,5-ті 10-ға көбейтетін болсам 5 Б болады. Сонда
Bizde cevap A cevabı болады екен. Бар ана качып 390 мында A скелет маслы азайту 5 N метр болады. Келесі есеп. Кондитер фабрикасының торттарды сатудан түскен табысы px тең минус 0,5x квадрат қосу 30x азайту 19 функциясымен сипатталады. Мұндағы x торттар саны неше торт сатқанда фабриканың кірісі максималды мәнге ие болады деген. Біз бұл есепті есептеу үшін мына жердегі жауаптағы 4 жауап берілген. Біреу 15, 19, 30 және 60. X-тің орнына осы 4 санды қойып көруіміз керек. Сонда қайсысы санды қойғанда ең көп пайда шығатын болса, сол бізде жауап болады. Яғни, біріншіден бастайық. P X-тің орнына 15-ті қоятын болсақ, тең минус 0,5 көбейту 15-тің квадраты қосу 30 көбейту 15 азайту 19. Тең болады бізде жауап. Бізде жауабы тең болады. Так, 15-тің квадраты 225. 225-ті минус 0,5-ке көбейтетін болсақ, 112 жарым болады. Минус 112 жарым. Минус 112 жарым. Қазір. Минус 112,5. Енді қосу дейміз. 30-ды 15-ке көбейтеміз. 30-15-ке көбейтсем, жауап 450 болады. Ал жауап 450. Одан азайтамыз 19-ды. Тең. Есептейік. 112 жарымға, минус 112 жарымға қосамыз 450-ді. Сонда бізде 337 жарым болады. Неге? Себебі 450-ден 112 жарымды азайтып жатырмыз, иә? Одан тағы азайтуым керек мен 19-ды. Сонда 337 жарымнан 19-ды азайтатын болсақ, 318,5 шығады. Бұл бізде біреу. 318,5 шықты. Енді келесі. P-ның орнына 19-ы қойып есептейік. Тең. Минус 0,5 көбейту 19-дың квадраты қосу 30 көбейту 19 азайту 19 тең. 19-дың квадраты бізде 361-ге тең, иә? 361-ді 0,5-ке көбейтетін болсам, яғни 361-дің жартысы 180,5. 180,5. Минус 180,5, иә? Оған қосамыз 30-ды көбейтеміз 19-ға дейді. 30-ды 19-ға көбейтсем 570 болады. 570. Енді одан азайтамыз 19-ды. Тең. Так, минус 180,5 қосу 570. Яғни 570-тен 180,5-ті азайтамыз. Сонда 389,5. Одан тағы 19-ды азайтатын болсам, 370,5 болады, е? 370,5. Сонда жоғарға жазып қояйық. Бірінші жауап бізде 318,5 шықты. Екінші жауап бізде 370,5 шықты. Енді үшінші. P 30-ды есептейміз. P 30 тең бізде